Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, Зекет қоры, Астана қаласының өкілдігі ұсынады. Алхамдулиллах, уассалату уассаламу аля расулилlah. Дініміз бойынша байлық дегеннің бір белгілі бір мөлшері бар. Жалпы алайық, дініміз адамдарды екі бөлікке бөледі. Біріншісі зекет беруші топ, бай адамдар, екіншісі зекет алушылар, бұлар кедейлер және міскіндер де бар қарай бөліп кете береді. Осы жерде біз көретініміз бай адам дегені ең кемі 85 грамм алтынның көлеміне сай ақшасы болу керек. Яғни өзінің негізгі қажеттілігінен бөлек, айналымда сондай ақшасы бар адам бір жыл уақыт өткен кезінде сол малынан зекет беру керек болады. Сонда көреміз, демек байлық 85 грамм алтынның көлемінде немесе соған сай ақшасы, немесе малы, я болмаса тауарлары болу керек болады. Бұл адамды бай дейміз. Ал енді басқа есептеулерде түрлі есеп алса да шариғатымыз осыны есепке алатыны, осы негізгісі осы байлық деген. Ал енді кедей адам мен міскін адам деген бар, бұны да біз ажырата білуіміз керек. Дініміз бойынша кедей адам деген айлығы бар, кірісі бар адамдар. Бірақ кірісі бірде жетеді, бірде жетпей қалады. Тура сондай көлемдегі жүрген адамдар кедей адам, оған зекет беріледі. Ал енді міскін деген ешқандай да кірісі жоқ, жер сипап отырған адамды міскін деп айтады екен. Демек шариғатымыз екіге бөлген болса, адамдарды бір топ байлар, бір топ кедейлерді екіге бөлсе, бұл бай адамдардың жаңағы зекеті болсын, садақасы болсын, мына жақтағының кедей адамдардың үкіміне кіретіндерін кез келгеніне де беріледі дейді. Сондықтан дініміз бай адам деген уақытта жоғарыда айта кеткеніміздей нисап мөлшеріне сай ақшасы бар болған адамның баршасын бай адам деп есептейді. Дініміз бойынша нисап мөлшері деген уақытта әрбір адамның жеке негізі қажеттілігінен бөлек жаңағы 85 грамм алтынға сай ақшасы болу керек деді. Ал егер ондай ақшасы болмаған адам, немесе қолында сондай ақшасы бар бола тұра, әлі қарыздары бар, үйі жоқ, көлігі жоқ, соларды алам деп, мұқтаждығына жұмсайым деп отырған ақшасы болатын болса, бұл бай адамның үкіміне кірмейді. Өйткені біз зекетті есептеуіміз үшін, нисап мөлшері мына нисапқа жетті деп айтуымыз үшін, оның негізгі қажеттілігінен тыс болу керек бұның баршасы. Яғни айналымда өзі рахат өмір сүріп жатыр, үйінде бар барша мүмкіндігі, соған қосымша айналымда ақшасы бар адамдар болуы шарт қосылған. Мысалға дейік, көп адамдарымыз айлық алып, айлығы жақсы табыс болуы мүмкін. Ол табысы бірақ қанша есептесе де нисап мөлшеріне жетпейді. Сондықтан бұл адам бай адамның үкіміне кірмейді. Бізде кейде адамдарымыз қателесіп жатады осыны. Мен айлығымды алған кезде әр ай сайын мынанша ақшадан алып отырсам, сонда жылына мынанша кіріс кірген болады деп, сол есеппен алып жатқандығын көресіз. Бұл бірақ дұрыс емес. Негізгі қажеттіліктерді бір шетке қойып, содан бөлігін есептеу керек. Сонда ғана. Ал нисап мөлшері дегеніміз ислам дініміздің негізгі қойған есебі осы. Кемі 85 грамм алтынның көлемінде. Малмен болса, қой болатын болса, 40 қой көлемі болу керек. Біз мынаны айта кетейік. Бұл дініміз расына шынайылық діні. Көңілдің Алла тағаланың ризалығын табуға қойған дін. Адамның егер көңіл тоқ болмайтын болса, қолында қанша дүние болса да, адам ешқашанда мен баймын деп өзін есептемейді. Оны байлық деп есептей алмай қалады. Сондықтан шариғатымыздың ең бірінші шарты, адам бірінші көңіл тоқтығы болу керек, сосын қолында байлығын есептей алатын шамада болу керек. Мінекей, сол арқылы адам мен бай адамның қатарындамын ғой, Құдайға шүкір деп өзі Құдайға шүкірін етіп, сосын мына менің мал дүнием нисап мөлшеріне Алла тағаланың бай дегеніне жетіп тұр екен ғой деп есептейді. Ал енді мұндай болмаған жағдайда көрсеңіз, үйінде 40-50 қойы бар адамның өзі мүмкіндік болса біреуден жаңағы қайыр сұрауға дайын болып тұрғандығын көресіз. Бұл көңілдің аштығы. Алла тағала бұл нәрседен тыйған. Қомағайлық адамды ешқашан байлық емес. Сондықтан біз білеміз, шариғатымыз ынсапты болуға шақырған. Әрбір істеген ісінде өлшеммен, оңын солын есептеп, ақыретте бұның есебі бар екенін есептеу керек екендігі шарт қосылған. Осыдан біз байқаймыз, демек қаншама ауылды жерде тұрғындарымызда мұндай нәрселер, мұндай байлық бар. Қоймен болсын, ол сиырмен болсын есептейтін болсаңыз, зекет мөлшеріне жететін адамдарымыз бар, жоқ емес. Соны өзі адам қабылдай алуы. Мінекей, Құдайға шүкір менде осынша мал бар деп түсінуі.